Қайтыс болған әкем тыныштық бермейді. Қазақша мистика. Ол Ернұр кезет тілшісіне туған әкесіне деген ыза-кектің неден туындағанын бастан аяқ баяндап берді. Психологтардың айтуынша, біреуге өкпелеп, ренжіп өмір сүру денсаулыққа өте зиян екен. Осы рас сияқты. Себебі, мен өмір бойы бір адамға ренжіп, сырттай қарғап-сілеп келемін. Соның салдарынан ұйқыдан қалдым. Миым мыжылып қалғандай күйде жүрмін. Бірақ кеудемді кернеген кектен арыла алмай қойдым. Мен иттің етінен жек көретін адам, ол менің әкем, дейді Гүлжан есімді шымкенттік оқырман. Сонау 90-шы жылдардың басында анам мен әкем ажырасып кетіпті. Әкеміз анамды қолындағы 2 баласымен, құрсағындағы 7 айлық шаранасымен тастап кеткен екен. Екеуі заңды түрде некеге де тұрмаған ғой. Содан анамыз дымсыз қалып, не үйді бөліске сала алмай, не алимент талап ете алмай, төркініне қайтып келген. Осылайша біз нағашыларымыздың қолында өстік. Мен есімді білгелі анам жұмыста істейтін. Бізді өсіріп жетілдіру үшін 2 жерде қатар жұмыс істеп, біздің тамағымызды, киімімізді тауып беріп жүретін. Сол бойы баспана ала алмай қалдық. Обал не керек? Нағашы ағам бізді ешқашан шектеткен емес. Бірақ бәрібір әкемді сағынып, есіктен кіріп қалатындай елеңдеп жүретінмін. Бір күні ішімдегі өкпе, сағыныш көз жасы болып төгілді. Әкеміз қайда? Неге ол бізді ойламайды? Неге тастап кетті? Ол қайтып келе ме деп, анама сұрақтарымды жаудырдым. Ол енді келмейді. Оның басқа елі, тіпті балалары бар. Бізді осынша жылдан бері іздемегеніне қарағанда, бізді керек етпеген ғой. Ештен етпейді. Бір-бірімізге тіреу болып, сүйеу болып, әлі-ақ бақытты күн кешетін боламыз жандарым. Сендерде әкесі бардан артық тау асыру үшін барымды саламын деп, анам ебіл-дебіл шығып жылады. Сол күні әпкем, сіңілім, анам төртеуміз өксіп-өксіп жер тарқатып алдық. Сол күннен бері менің жүрегім қатайып кетті. Әкемді ешқашан көрмесем де жан-тәніммен жек көріп кеттім. Ылғи соны ойлаумен болдым. Мен қалайда жақсы оқып, тәуір қызметке тұрып, анам дала қаныма салатын боламын деп мақсат қойдым. Мектепті ең жақсы деген бағамен бітірдім. Еліміздегі ең мықты деген университеттердің біріне оқуға түстім. Көп қиындық көрсем де, анам мен бауырларыма салмақ салмас үшін университет беретін шәкіртақыны айдан айға әрең жеткізіп, күнімді көрдім. Осы жылдар ішінде әкем туралы ақпарат жинай бастадым. Мен оқитын қалада керемет зәулім үйде тұратын. Астында қымбат көлік. Қолында жақсы қызметі барын білдім. Бір ұл, бір қызы бар екен. Алдына барып, өзім туралы, анам, бауырларым туралы айтқым келіп, сан мәрте оқталдым ғой. Бірақ батылым жетпеді. Осыншалықты жағдай бола тұра бізді бір рет те іздемегені, қарайласпағаны қатты жаныма батты. Бізге жасаған қиянатың алдыңнан 10 есе болып шықсын. Біздің ит өмірімізді саған еселеп берсін. Бала шағаңның қызығын көрмей, отбасымен ойран болса екен деп сырттай қарғайтын болдым. Мен ойлаған мақсаттың біраз орындалды. Жұмысқа тұрдым. Өзімді түсінетін, сыйлайтын, шын жақсы көретін жігітпен бас қостым. Балалы болдым. Әпкем мен сіңілімде өте жақсы жерге келін болып түсті. Бақытымызға орай, күйеулеріміз біздің жағдайымызды түсінді. Анамызға пәтер сыйладық. Өміріміз оңалып, өткенді енді ұмыта бастаған шақта, әкелеріміздің бауыры бізді іздестіріп тауып алыпты. Алдымен анама хабарласып, берік әл үстінде жатыр. Бауыр үріп кетіпті. Қыздарын көріп, бақылдасып қалмақшы дейді. Анамда жуас қой. Қыздарың өздері біледі. Олар үшін жауап бере алмаймын деп, біздің нөмірімізді ұстатыпты. Мың ойланып жүз толғандым. Кезінде бізді керек етпей, тіпті күшік сияқты көшеге тастап кеткен адамнан осынша жыл өткенде қайыр болсын. Біз өсіп жетіліп, өз күшімізбен адам болып, қолымыз аузымызға жеткенде ізде қалған қырмайсың ба? Әпкем шіркін мейірімді ғой. Шыдамай ауруханаға барып қайтыпты.
Шынында да жағдай ауыр екен. Ішкен жегені қан болып кетіп жатыр екен. Әпкемді көріп жылап жіберіпті. Кешірім сұрапты. Сен баршы, қиналмай кетсін. Сенің кешірімің керек болып жатқан шығар. Өкпеңді ұмытшы жаным деп, әпкем талай рет жалынды. Кеуімде маған, өкпеңді ұмыт. Барып жағдайын сұрай сал. Қайда өзіңнің қандай адам болып өскеніңді. Оның көмегін сақ аяққа нық тұрғаныңды көрсетші деп, қайта-қайта қайталады. Ертеңіне бойымдағы бар күшімді жинап, әкем жатқан ауруханаға барып қайттым. Өмірімде көрмеген адаммен кездескен бір түрлі екен ғой. Жүрегім селт етпеді. Мен үшін аянышты бір пенде сияқты көрінді. Сыбырлап кешірім сұрағандай болды. Өзімді ұстай алмадым. Талай жылдан бері өкпе ренішті, ішімдегі алапат өртті лақ еткізіп лақтыра салдым. Сауап болған. 3 перзентіңді далаға лақтырып кеткен сендей опасыға бұндай азап өлім керек. Қарғысым жөнін тауыпты. Соған ризамын. Біздің кешіріміміз өзіңе керек болған соң, жаның алқымға таяған кезде бізді іздедің бе? Неткен бейшара, сұмырай адам едің. Сен мен үшін иттен де төменсің. Құдай бар болса, әділ болса жаның одан әрі азаптай түссін деп, ебіл-тебіл болып жылап ауруханадан шығып кеттім. 3 күннен соң дем үзіліпті. Содан бері әкемнің әлгі бейнесі, оған айтқан сөздерім. Екеуміздің кездескен сәтіміз көз алдымнан көлбеңдеп тұрай берді. Өкпем басылар емес. Түсіме жиі кіретін болды. Кешірім сұрағысы келгенде құшағын жайында тұрады. Талай мәрте мешітке бардым. Арнайы Құран бағыштап келемін. Сонда да басылар емес. Әкем екеуміздің арамыздағы тылсым байланыс бойымды билеп, жаныма тыныштық берер емес. Талай психологтың табалдырығын тоздырдым. Бір сәтке кешіріп, жеңілдегендей боламын. Біраз уақыттан соң, әлгі көрініс қайтадан көз алдыма келеді де, ұйқымнан шошып оянып кетемін. Жасым әлі 30-ға толған жоқ. Бірақ таным түсінігім, ой санам 60-тағы кемпірдігіндей. Ішкі әлемім қартайып кеткен сияқты күйдемін. Құрметті достар, мұндай жағдайдан қалай құтылуға болады? Көпшілік арасынан білетіндер болса кеңестеріңізді күтемін. Аман болыңыздар. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.